қалайсың? Сенімен бірге Франикейді. Бүгін саған қалай күніне 50-100 качественный подписчик, яғни сапалы көрермен жинауды айтатын боламын. Кеттік. Бұл тәсілдерді мен өзім және менің қазақ бауырларым тексерген және жұмыс істейді. Соңғы шыққан атақты адамдардың видеоларының астына сапалы комментарий жазу. Сапалы комментарий дегенде мен әрине мынандай комментарий емес, яғни егер ананды жақсы көрсең лайк, немесе менің арнама тіркелсең, мен сенің каналыңға тіркелемін деген сияқты тағы басқа комментарийлер емес. Осындай тупой комментарийлер сапасы жоқ боттарды жинауға көмектеседі. Яғни сапасы жоқ жай ғана подписчик санын көбейтеді. Типа накрутка болып көрінеді. Сондықтан да сол видеоға қатысы бар сапалы өз пікірінді қалдырып кет. Сенің комменттің көрермендерге ұнаса, лайк басып топқа көтереді. Осылайша сені басқалар байқап, топта тұрған қызық канал ғой, қызықты пікір жазыпты ғой деп арнаға кіріп, ұнаса өз еркімен подписаться етеді. Әрі қарай арнаның сыртқы келбеті, яғни оформлениесі, каналдың шапкасы әдемі, ауасы әдемі, видео превьюлері әдемі және адам татарлықтай болуы керек. Сонда подписаться етеді. Егер де сенің комментарийін топқа шығып, видеоларын рекомендацияға шығып жатса, бірақ оформлениен онша емес болса, подписаться етуі екі талай. Ал егер барлығы качественно болса, әдемі болса, подписаться ету шансы көп болады. Сондықтан да еш ерінбей оформление жағына уақытынды бөл. Видеоңды барлық жерге тарат. ВК, Инстаграм, Твиттерің бар болса тарат. Барлық таратуға мүмкіншілігі бар жерлерге тарат. Өзінің YouTube каналын бар екенін, мүмкіншілігін бар жердің барлығында тарат. ВК группалар. Сен түсіріп жатқан видеоларыңға қатысы бар любой ВК группалардың приложкалеріне лақтыр. Еш ерінбе. Егер сенің приложкаңды шығармаса, еш ренжіме. Біреу болмаса, біреуі шығарады. Ең бастысы, ол группаның контенттері сенің тематикаңға сәйкес келсе болғаны. Ютуберлермен серіктестік. Егер сенде 50-100 подписчик болса, мысалға сен Fortnite түсірсең, сонда Fortnite түсіретін ютуберлермен серіктестік жаса. Бірге видео түсіріп, бір-бірлерінің каналдарыңға сілтемелерінді видеолардың астына астандар. Егер сен сол видеода көрерменге қызықты болсан, сенің каналыңға кіріп подписаться етеді. Мінеке, осы мен видеода мәресіне жетті. Бұл қысқа ғана бірақ жұмыс істейтін тәсілдер. Алдағы уақытта бұдан да басқа тәсілдер шығатын болады. Сондықтан да каналға подписка жасамасан, подписаться кнопкасын басып, колокольчикті басып кет. Видеоны осы жерге дейін көрсең, комментарийге подписчик деп жазып кет. Сол арқылы сенің топовый екеніңді біле аламын. Видеоны лайк бас, 20 лайктан астам лайк жинап тастайық. Сенімен бірге болған Франикей, келесі кездескенше сау. Сол жақта керемет видео, оң жақта топовый видео, ортасында қызықты кнопка. Кеттік.